Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында қамыр өте жұп-жұмсақ және пешіңізде небәрі 7-8 минутта пісіп дайын болатын кереметтей пицца дайындаймыз. Нағыз пиццериядағыдай дәмді болып шығады. Пиццаның жұп-жұмсақ қамырын қалай илейміз және де кетчуп майонезсіз өзінің арнайы соусымен қалай дайындаймыз, барлығын асықпай түсіндіріп көрсетемін. Сол себепті соңына дейін көріңіз. Ең алдымен біз 2 пицца мөлшеріне қамыр илейміз. Ұнымызды електен өткізіп алып, үстінен тұз, дрожж, қантымызды салып, және де 2 ас қасық майымызды құйып араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы суымызды құйып, бір келкеті араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағат көлеміне көтерілгенше қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң қамырымыз көлем бойынша үлкейеді. Осы қамырымызды теңдей етіп екіге бөлеміз. Қамырымыз бетіне майымызды жағып, әбден айнала шетін бәріне сылап шығамыз. Және бетін клёнкамен жауып, бір-біріне жабысқанмайтындай ортасын бөліп қоямыз. Пиццамыздың енді соусын дайындаймыз. Бізге 2 қызанақ керек. 2 қызанағымызды осылай шеттерін кесіп шығамыз. Толық ішін кеспейміз, тек сыртық қабығын ғана кесетін боламыз. Кесілген қызанақтарымызды үстіне ыстық қайнап тұрған су құямыз. Сөйтіп бетін жауып қоямыз. 10-15 минут көлемінде тұру керек. 10-15 минут көлемінен кейін бетіндегі, яғни сыртындағы қабықтары оңай алынатын болады. 15 минуттай ыстық суда тұрған қызанақтарымызды алып, сыртқы қабығын аламыз. Қабығын алып болғаннан кейін шанышқының немесе толкушканың, блендердің көбігімен езіп аламыз. Мен шанышқының көбігімен ездім. Қызанақтарымыз осындай бір келкі болып езіліп шығу керек. Соусқа бізге 2 тіс сарымсақ керек. Сарымсақтарымызды майдалап турап аламыз. Тапамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Кішкене қыздырып аламыз. Қыздырғаннан кейін бізге пиццаға осындай орегано деген сушеный зелень керек. Осы зеленімізді салып, кішкене қуырып аламыз. Көп қуырмаймыз, бір 20-30 секундтай қуырып аламыз. Осының үстіне жаңа біз майдалап туралған сарымсағымызды салатын боламыз. Сарымсақты да көп қуырмаймыз, бір 30 секундтай қуырып аламыз. Қатты қызарып кетпеу керек. Үстіне қызанақты соусымызды құйып, 1 минуттай қуырып аламыз. Соустың дәміне қарай тұзын салып, әдемі дәм беру үшін үстіне паприка саламыз. Кішкене араластырып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Осымен біздің соусымыз дайын. Басқа ыдысқа құйып, суытып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына өзіңіз қалаған заттарды қоссаңыз болады. Мен эмберді сулугуни сырын, қызанақты және шұжықты қолданамын. Қызанақ пен шұжықты майдалап турап аламыз, ал сырды үткіштен өткізетін боламыз. Енді қамырымызды алып, әдемілеп жаятын боламыз. Қамырымыз көлем бойынша әдемі көтерілген, жұп-жұмсақ болып тұр. Өзіңіз қалағанша қолмен или оқтаумен жайсаңыз болады. Мен қолмен асты үстіне кішкене ұн себелеп жаятын боламын. Мінекей осындай дөп-дөңгелек әдемі қамыр шықты. Бортиктерді жасасаңыздар болады. Қамырымызды пісіретін табамызға саламыз. Табамыздың астына ешқандай нәрсе жақпай-ақ қойсаңыздар да болады, өйткені қамыр жабыспайды. Әдемілеп айнала шеттерін дұрыстап, бетіне соусымызды жағамыз. Оның үстіне үткіштен өткізген сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Сыр көп болған сайын жақсы болады, негізі дәмі өте керемет болады. Үстіне қызанағымызды, шұжықтарымызды қойып шығамыз. Пиццамызға керекті заттардың бәрін мөлшерімен описание бөліміне толық жазып кеткен. Пиццамызды 250 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Мінекей өте дәмді пиццамыз пісіп шықты. Үй жағдайында қамыры жұмсақ болатын, керемет, дәмі өте ерекше болып шығатын пиццамыз дайындап көріңіздер. Осы рецепт бойынша жасап көріп, балаларыңызды қуантыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет.